Mentoring бөлімінде айлық, апталық отчеттарды аламыз. Тікелей эфирден кейінгі тест тапсырмасы платформа тікелей эфирдегі диагностика тест тапсырмалары, яғни барлық оқушыларға қатысты отчетты біз осы менторинг бөлімінен аламыз. Негізгі берілген платформаны белгілейміз, топты белгілейміз, өзімізге керекті пәнді белгілеп аламыз, және де апта аралығын немесе ай аралығын белгілеу арқылы сол кездегі апта аралығындағы прогресті біз көре аламыз. Дәл осылай барлық топтардың қазақ тілі пәні бойынша жалпы проценттері және де арифметикалық ортамен ортақ процент шығарылады. Платформа тест тапсырмасынан кейін, эфирден кейінгі тест тапсырмасында апта аралығындағы оқушылардың жалпы көрсеткішін біз осылай біле аламыз, және де тікелей эфир бойынша да оқушылардың неше проценті эфирге қатысқандығын осы отчет арқылы біз көре аламыз. Рейтинг бөлімінде пән бойынша апта аралығындағы оқушылардың көрсеткішін көре аламыз. Топты белгілейміз, өзімізге керекті пәнді таңдаймыз, және де апта аралығының басталған күнмен аптаның аяқталған күнін белгілеп фильтр қоямыз. Оқушылардың санын қызыл, жасыл, сары деңгей бойынша оқушылар деңгейін бөліп, осылай бізге оқушылардың тізімін шығарып береді. Экспорт жасау арқылы рейтингті өзімізге сақтап аламыз. Пробный тест бөлімінде ОБТ 25-2026-ны таңдаймыз, өзімізге берілген пәндерді таңдап, барлық потокты оқушыларын таңдап, және де пробный тест уақытын белгілейміз. Басталған уақыты әр айдың 4-ші аптасының соңғы демалыс күндерінде бізде пробный тест тапсырылады. Тестті 60 минуттан аса уақыт отырған оқушылардың нәтижесі есептеледі. Берілген топ бойынша оқушылардың тест тапсыруы ОБТ-дағы кездесетін 5 пән бойынша әр пәннен неше балл алғандығы және де жалпы баллы топтың общий тапсырған проценті осылай есептелінеді.